Мұхтар Әуезов пен Фатима Хабитова. Ильяс халық жауы деп аталғаннан кейін НКВД 1938 жылдың 10 тамызында Фатима Хабитоваға 24 сағат ішінде Алматыдан кетуді талап етеді. Ол жақын жоғымен ақылдаса келіп, өзі ежелден жақсы білетін татар ұлтының өкілдері қалыңда орналасқан Семейге жол тартады. Мәскеуге қайта-қайта хат жаза жүріп, әрең дегенде Семейдегі педтехникумға орналасады. Заманның қиындығы, тұрмыстың таршылығына қарамастан 4 баласы Азат, Үміт, Ильфа мен Болатты Хүппи тәтесімен бірге жанына алдыртып, барлығын жалғыз өзі асырайды. Семейдегі 2 жылдық жер аударудан соң 1940 жылы тамызда Мұхтардың көмегімен Алматыға қайтып оралады. Бұл кезде Душанбеде тұратын апайы Мәрзияның қолындағы Жәнібегін де өзіне алдырады. Осы шамадағы өзінің әбден арып ашып тарыққан халін Фатима: бізге жан басына 220 грамм қара наннан басқа ештеңе жоқ. Физкультура педтехникумда болымсыз сабақ беремін. Техникум күніне 1 рет мұғалімдерге омаш көже береді. Мен сол көжені ішпей, үйге әкеліп, балаларға ішкіземін, деп жазады. Осындай әбден қашыған, қалжыраған кезде Фатимаға Мұхтар Әуезов дәл бір ғайыптан пайда болған Қызыр атаның өзіндей көмек қолын созады. Мұхтар Фатиманың жаны жүдеу тартып, тарығып жүргенде 1939 жылы Семейге арнайы келеді. Бұл туралы Фатиманың әр жылдары шашылып түскен жазбаларының бірінде: Ильяс кеткен күннен бастап-ақ Мұхтар біздің өмір тағдырымыз туралы өзіне тән үлкен адамдық жанашырлықпен ойлады. Семейде айдауда жүргенімде іздеп келді. 39 жылы. Қара жамылып, қайғыда отырғанымда маған қанат беріп, жұбатып аттанды. Ол менің берік қорғаным. Ақылды, аяулы жан ғой Мұхтар, деп тебірене еске алады. Фатиманың естелігінің тағы бір тұсында біздің осындай қатты жүдеп жүргенімізді сыртымыздан білген Мұхтар бір күні маған келіп, өзінің мені ертеден 27 жылдан қатты сүйетінін, менің жанымда 1 сағат болуды өзіне бақыт санайтынын айтты, деп жазады. Мұхтар мен Фатима 1939 жылдан кездесіп, сырласа, сыйласа бастаған. Жазушының 1941 жылдың 1 қарашасында Фатимаға жолдаған хатында: қадірлі досым Фатима, дос деген сөзді шын жүректен сүйсініп, ақ көңілмен айтамын. Дос деп өзіңіз атап, қуантып едіңіз. Әнеугүні көрген күнім әлі күнге көз алдымда, есімде. Талай күн, талай рет еске аламын. Сүйікті ғазиз Фатима, өзгеше қадір тұтам асыл қасиеттеріңді, деп бір кездегі достық сезімінің үлкен сүйіспеншілікке ұласқанын аңдатады. Фатима мен Мұхтардың махаббат жыры осындай мұңды, шерлі жылдарда басталды. Фатимаға көп ұзамай өзі жазғандай 5 рет босуға, 2 рет айдауға түсуге тура келді. Тіміскіленген НКВД 1942 жылдың шілдесінде Фатимадан тағы да Алматыдан кетуді талап етеді. Мұхтармен ақылдасып, оның туысқандары бар Меркеге баруға ұйғардым, деп жазады Фатима бұл жолғы босу туралы. Шындығында бұл өте дұрыс шешім еді. Бұл кезде Алматыға Мәскеу мен Ленинградтан эвакуацияланған мәдениет, ғылым білім мекемелері мен олардың қызметкерлері көптеп орналаса бастаған еді. Мұхтар Фатиманы Меркеге жібереді. Фатима өжет, алған бетінен қайтпайтын. Ол районыға қайта-қайта барып жүріп, Меркедегі әуелі 10 жылдық орыс мектебіне мұғалім болып орналасып, 1 жылдан соң Калининнің атындағы қазақ орта мектебіне мұғалім әрі оқу ісінің меңгерушісі қызметіне тұрады. Фатима болашақ перзенті Мұратқа жүкті болған соң 1942 жылдан бастап Мұхтар оған хат жазуды жиілете түседі. Фатима аяқ ауырлығы білініп қалған кезде күйеуі жоқ адамның мұнысы несі деген қысыр әңгімеге себеп болмау үшін біраз уақыт сол кездерде Тәжікстанда қызмет істейтін үлкен апайы Мәрзияның қолында болған сияқты. Оған Мұхтардың 1942 жылдың 24 мамырында Мәрзия Ильдароваға жазған хатында: қазір Қазақстанда 2 қабат болып жүру мүмкін болмағандықтан кетті. Оның ішіндегі баласы атасыз емес, атасы менмін. Бірақ түбінде баланы мен 1 жасқа келген соң
анық әкесі болып, өз қолыма алуға бекінгенмін, аламын. Ол тағы менің парызым, менің мойнымда, деген жолдар куә. Фатиманың босанар мерзімі жақындаған сайын Мұхтар оған деген қамқорлықты күшейте түседі. Өзі сырқаттанып, ауруханада жатса да Фатимаға: біраз уақыт ішінде біздің туысқандар арқылы 500 сом жіберемін. Содан әрі мыңын болғанынша үзбей тұруға тырысамын. Мен больницадан декабрьдің басында шығамын. Сол кезде ақша жіберемін. Сен кеткелі өзіңді сағынып та, дос жүрекпен соншалықты жақын тұтып та көп ойлаймын, деп жазған хатынан сағынышқа, қамқорлыққа толы мейірбан жүректің ыстық ықыласынан қарамыз. Әуезов Фатимаға 42 жылдың соңына қарай 2 хат жолдаған. Соның 13 қарашасында жазылғанда: бір нәрсені есіңде тұт, Фатима, сені ең алғашқы көрген күндерімнен бастап Фатиманың өзі ғана болып көрінетін, тек қадірлі, қасиет иесі Фатима болып бағаланатын. Өз басың достыққа да қадірлесіп, құрмет тұтуға да кемел еді, толық еді. Сол көзқарас, сол бағам ауған емес, орнында. Фатиматай, арзанға сайма бұл сөздерді. Ойланып, кесек ойланып, ақылмен қара, деп ағынан жарыла, ағыл тегіл ақтарыла сыр шертеді. 7-ші рет құрсақ көтеріп отырған Фатима дүниеге келер нәрестенің ұл боларын сезіп, Мұхтарға алдын ала ескерткен болу керек. Осы тұста Мұхтар Әуезов өмірбаянына қатысты жиі айтыла бермейтін мына бір мәселеге де түсінік бере кеткен жөн сияқты. Кеңес заманында жарық көрген Әуезовке қатысты еңбектерде оның перзенттері ретінде орыс әйелі Валентинадан туған Ләйла мен Ернар және азаматтық некеде дүниеге келген Мұраттың ғана есімдері аталатын. Көп әйел алған адам деген сөз тарап кетпеу үшін сол кезде көзі түрі Мұғамила апамыз да әкесі туралы сорлып сөз айта бермейтін. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана Әуезов өмірінің беймәлім қырларына молырақ орын берілді. Мұхаң алғаш рет 1917 жылдың жасында Абаймен 3 атадан қосылатын Тобықтының Торғай деген атасынан шыққан ел ішінде сыйлы, дәулетті Кәкен дегенің бой жетіп отырған сұлу қызы Райханға үйленген. Одан 1918 жылы тұңғышы Мұғамила, ал жыл өткен соң ұлы Шоқан дүниеге келген. 3,5 жылдай бірге тұрған Мұхтар ақыр аяғында Райхамен ажырасып тынады. Осындай ала құйын заманда 1,5 жасында Шоқан шетінеп кетеді. Әуезов Алматыда түрмеде отырғанда әкесіне тамақ тастидың қаршадай Мұғамила Валентинаның қас қабағына қарай біртіндеп әкесінен жырақтап тұрмыс құрып, балалы шағалы болғаннан кейін ғана әкесімен қайта табысады. Мен Мұхаңнан аумай қалған Мұғамила апаймен 1997 жылы танысып, оның бұдан кейінгі өмірінде туған туыстай араласқан адамын. Бірақ бұл бөлек әңгіме. Мұхаң Абайдың ақын ұлы Мағауияның қызы Камилаға 1922 жылы үйленеді. Одан туған Мағрипа, Зере есімді қыздары сәби күнінде шетінеп кетеді. Ал 3-ші әйелі Валентина Николаевна Кузьмина, Ләйла мен Ернардан басқа Елдес және Елдар деген ұл туған. Бірақ олардың да ғұмыры тым қысқа болып, сәби кезінде өмірден өткен екен. Фатима Мұратқа жүкті болған кезде Мұхтарда әлі ұлы жоқ. Оның Валентина Кузьминадан көрген қызы Ләйланың жасы бұл кезде 13-те. Тұқымы ұлдан жалғасатын атаның баласы ретінде, әрі өзі әкесі Омарханның 4 қыздан кейін мойнына бұршақ салып жүріп тілеп алған жалғыз ұлы болғандықтан, ол бұл кезде бір ұлға әбден зар еді. Оның үстіне болашақ перзентін Фатимадай ақылды, парасатты, өжет, қайсар жаннан күтеді. Жасы 45-тен асқан Мұхтар Кеңес одағы сияқты бірін-бірі аңдаған қоғамда ендігі жерде ресми түрде үйлене алмасын да жақсы сезген. Сондықтан ат ұстарын, дүниеге келуін ет жүрегі елжірей, тағатсыздана тосады. Кейінгі 3 бірдей хатында болашақ нәрестенің есімін қалай қою керектігінде тапсырып үлгереді. Ол 1942 жылдың 10 қарашасындағы хатта болашақ кішкененің тірлігіне, саушылдығына үміт артып қуанамын. Сүйікті, сағынышты ыстық балам болады. Бәтиматай, осынма сен, қыжылданбай, қатты болмай, дос жүрекпен сен, балаң ертең
Бала болса, атың қарапайым қазақша қойма, өз аттарындай кітапша ат қой. Мен Хайдар деген ат ұсынар едім, деп жазады. Ал 1942 жылдың 4 желтоқсанында жолдаған хатта әуелгі тілегін тағы да Фатиманың есіне түсіріп, ертең бала болса, атың қарапайым қазақша қоймай, өз атындай кітапша қой. Менше Хайдар қой деп едім, кешікпеген болсам, ертең бала болса, осы атты қой. Жақсылап өсір. Біз жас қыз бен жігіт емеспіз. Қалған ұят әдіре қалсын. Аяулы, қайратты, мейірбан ана бол, деп ай күні жетіп отырған Фатиманы жігерлендіре түседі. Тіршіліктің аты тіршілік, бір жағынан алапат, соғыс жүріп жатыр. Өмірдің бәрі өлшеулі, қаржы қарат атаулы, майдан қажетіне жұмсалып жатқан кез. Кітап шығаруда сирексіген. Мұхтар Әуезов те бұл көзде 2 жыл түрмеге отырып шығып, өзінің классикалық туындыларынан бас тартып, социалды Қазақстанға өзін-өзі әшкерлеп әйгілі мәлімдемесін жасаған. Үнемі аңдудағы адам. Оның үстіне ресми отбасы бар. Соған қарамастан Фатимаға қолдан келген қамқорлығын аямаған. Соңғы хатының аяқ жағында: сен жалғыз-ақ ызақорсың, ренжігішсің. Менің осы сөздеріме сенбей, өзіңше нашар жорсаң, амалым жоқ, қиналар едім. Больницадан шығысымен 1500 сом ақша жіберемін. Содан әр ай сайын 500 сомнан жіберіп тұрамын, деп Фатиманың алдында жік-жаппар болады. Жер жаһанды 2-ші дүниежүзілік соғыс өрті шарпып, жауыздық пен қаділет майдандасқан 1943 жылдың 1 қаңтарында Омархан әулетіндегі еркек кіндіктен қалған жалғыз тұяқ Мұхтар Әуезовтың отбасында ақ түйенің қарны жарылып, дүниеге Мұрат есімді азамат келді. Әрине, ата-аналары аңсап күткен бұл оқиға Фатиманың назарынан тыс қалмай, оның естеліктер кітабында 1943 жылдың 1 януарында Мұратым туды деген жолдар түседі. Дүниеге келген сәбидің есімі Әуезов күткендей Мұхтардың соңғы буынымен үндесетін Хайдар болмады. Бірақ кейін әлемді аузына қаратқан ұлы есімнің алғашқы буынымен әсем үйлесетін, әрі оның басқа әрпімен бірдей басталатын Мұрат деген көркем ныспыға ие болды. Жалпы ұлдарына ат қою жағына келгенде де Фатима көргенділік пен талғампаздық танытып отырған. Біләлден туған ұлы қазақ елі патшалық езгіден, отарлықтан құтылған кезде туғандықтан еркін, азат болып өссін деп есімін Азат қойыпты. Анасының тілеуі періштенің құлағына шалдып, Қазақстанның шын мәнінде азат, тәуелсіз ел болғанын көріп, дүние салды. Ұлына Жәнібек деп ат қойғанда Жәнібек хан мен Жәнібек батырдың тарихынан хабары бар анасы Ғайни Жамалға ұнамай қарсылық білдірген екен. Алған бетінен қайтпайтын Фатима бастапқы пікірінен айнымай: менің ұлым өз заманының батыры, өз заманының ғалымы болар, деп ұлының есімін өзгертпейді. Бұл жолғы ниетінен де шілтенің шылауы түйіп, Жәнібек Ұлы Отан соғысында ерлікпен шайқасып, өз заманының батыр атанды. Тәңір қосқан жары, арқа сүйер түрегі Ильяс НКВД түрмесіне түсіп, жүрегін шер басқанда туған ұлына ендігі жерде Ильяс екеуміз болған іске Болаттай берік болайық деген тілекпен жаңа туған нәрестенің есімін Болат қояды. Бұл перзенті ата-анасы ардақтап қойған атқа сай болып, даңқты әкенің ісін лайықты жалғаған азамат болды. Айдаудан, босудан, үркуден көз ашпай тұрған заманда ұрпағын шалғайтын жалғыз ұлды аңсап күткен әкесін де, мұңлы жүрек анасын да мұратқа жеткісін деп қойған кенже ұлы, ұлт мәдениеті мен руханиятына үлкен олжа салған қайраткер қаламгер Мұрат Мұхтарұлы Әуезов ретінде тарихқа енді. Фатима өзін тағдыр қосқан 3 бірдей жарына ғана емес, сол кездегі қазақ зиялы қауымның игі жақсыларына түгелдей сыйлата білді. Мәскеуде өткен съезден соң төраға Ильяс Жансүгіров қазақ қаламгерлері атынан үлкен қонақасы беріпті. Мәскеу мен Ленинградтың ең атақты қаламгерлері Кірпияз, Бекзат қауымы бас қосқан осы жиында Сәкен Сейфуллин сөз алып, Ильястың жанында отырған Фатимаға жұрттың назарын аудара, оны ақылына көркі сай қазақ әйелдердің үлгісіндей көтермелеп тосайтады. Сәкендей жігіт сұлтаны Фатиманы әрдайым құрметтеп, айрықша сыйлап өтіпті. Сәкен ақталғаннан кейін Фатима қазақ халқының ақын ұлы деген мақала жазып, онда Сәкеннің басқа жазушылардан айрықша бір қасиеті
Сәкеннің құлашы кең. Сәкен қазақ елінің мақтанатын бір ұлы. Қазақ елінің намысын ерте жыртып, жауын жаулап, жалынды жыр арнаған ақыны деп баға береді. Фатима Ильястың жан қиыспас үзеңгілес досы, құрдасы, қазақ әдебиетінің марқасқасы, Бейімбет Майлинмен де әрдайым әзіл қалжыңға жарасып, отбасылары жақын араласып, өзара сыйласумен өтті. Екеуінің небір шымшыма, шаншыма шумақтардан тұратын Бейімбет пен Фатиманың айтысы деп аталатын қайымдасуы бір-бірінің қадірін білетін, әзіл қалжыңын көтеретін адамдардың арасында ғана болатын қарым-қатынастан хабар береді. Фатима ұлтымыздың ұстазы, ғұлама Ахмет Байтұрсыновқа студент қана болып қоймай, оның да айрықша қадір құрметіне ие болыпты. Мұхтар Әуезов Фатимамен бірге тұрған жылдарында оның күнделік дәптерін оқуды қалайды екен. Екеуі осылай түрлі жазбаларды қарап отырғанда, Мұхтардың көзі оның лекция дәптеріндегі тағдыр қалап егерде, 100 көз берсе құдірет, 100-і де сізге қарар ет деген жолдарға түседі. Ақындығы онша болмаса да, күшті сезімнің есі ғой өзі деп, кімнің жазғанын қазбалап сұрайды. Бір шал жазып еді деп сүйей салды, жауапқа қанағаттанбай, қызымырланып сұрай береді. Ақыр соңында Фатима әлгі 3 жолдың сырын айтуға мәжбүр болады. Ол Біләлдің жары болып жүрген 20-шы жылдарда жиі-жиі үйлеріне қазақтың игі жақсыларын шақырып дастархан жаяды екен. Осындай кездесулерде ахаңда болады. Сондай кештердің бірінде ол өзінің лекциялары жазылған дәптерден ахаңның қолымен жазылған жаңағы 3 жолды оқиды. Кейін ахаң бір сәттік сезімге ерік бұрып қойғанына қысылды ма, әлде біреудің отын жағып, түтінін түтетіп отырған адал жарына сұқтанғанына ыңғайсызданды ма, ендігі жерде Сүлеевтер шаңырағына бас соғуды мүлдем доғарады. Тіпті университеттегі ұшырасуларда Фатимамен сөйлесуден қашқақтай бастайды. Болған жағдайды еш бүкпесіз, қас қалпында Мұхтарға жайып салғанда, ол үнсіз қалған екен. Өкінішке қарай, Фатима өмірінің бақытқа, шаттыққа толы сәттері көрген түстей тез өте шықты. Оны алда тіршілік үшін, ұрпағы үшін, жазықсыз құрбан болған жарының ақталу үшін күреске толы жылдар күтіп тұрды. Тіпті Біләл мен Ильяс халқымен қайта табысып, Мұхтардың даңқы күллі әлемді шарлап кеткенде де, ол күресті бір сәтке тоқтатпаған. Оның естеліктерінің соңғы жағында: әзір күрес майданындамын. Мен бұл күрес майданынан шыққалы бір талай жылдар өтті. Жау соғыс аша қалса, тап осы күні әскерім дайын, өте сақ генералдаймын. Ұшырған балапандарымды барлап, нашарлау жерлеріне қайрат беріп, қайрап отырамын. Міне, менің әскерім осындай. Мен кәрі, тәжірибелі генерал. Әскерлерімді күнде барлап, шынықтырып отырамын деген жолдар бар. Осындай қазақтың жақсы мен жайсаңдарына, өзін сыйлата білген ғазиз жанның болғанына, оның азат күндерден үмітін үзбей, өзін болаттай берік ұстап, әділдік жолындағы күресі мұратына жеткізетініне нық сенген қайтпас қайсарлығына қайран қалып, таңдана басың дейсің. Авторы Мұхтар Құл-Мұхаммед, Ұлттық ғылым академиясының академигі.